сәлем, қалдарың қалай? Мен сіздерге алдында шағын видеода мындай сервировочный кольца жасауды көрсеткен болатын, небәрі 2 минут ішінде. Енді сіздерге қазір столда ол қалай болып тұратынын көрсетемін. Жеңгем бұрынғы әдіс бойынша әдемілеп жасаған екен. Енді біз оны кольцамен басқаша өзгертеміз. Ол үшін бізге вилканың да сонда қажеті болмайды. Ашамыз, ішіне ортасына дейін алып келеміз. Мен сізге бір ғана үлгісін көрсетіп жатырмын. Оны түрлі етіп, бабочка етіп, неше түрлі етіп жасауға болады. Тез. Бізде сервировка жасау кісі келген кезде ең көп уақыт алатын. Біз білеміз. Мұнда қараңыздар. Мұндай үлгіде осындай болып шықты. Тарелкамыздың бетінде осылай тұрады. Кіші шақырған кезде бізде уақытымыз сервировка жасауға көп кетеді. Ал мен сонда кольца жасап едім, сіздердің уақыттарыңызды үнемдейді. Я тебе поставлю лайк, 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 лайк. Я тебе поставлю лайк, 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 лайк. Я тебе поставлю лайк, лайк, лайк.